Қайырлы күн. ИП иесі Каспи арқылы өзіне арналған төлемдерін жасау үшін платежи бөліміне кіреді. Мына жерде все деген бөлімді ашады. Оның ішінде штрафы и налоги, платежи для ИП, пенсионный взносы, обязательно пенсионный взнос, яғни пенсионканы төлеу үшін осыған кіреді. Период деген жерде қай айға төлем жасайды, соны таңдап алады. Мына жерде міне айды жылжытып, мысалы қай жылды, биылғы жылдың мысалға февраль айына болса, осылай таңдап алады. Окей, басамыз. Және иін плательщика мен иін работника деген жерге ИП иесі өзі үшін төлем жасап жатқаннан кейін екі жерге де өз иінін жазып, мына жерге суммасын жазып, к оплате деп төлем жасайды. Социальный отчисленияны жаңағыдай осы жерден социальный отчисленияны таңдаймыз. Тип платежа социальный отчисление КНП 02. Период жаңағы қажетті айымызды таңдап аламыз. Жаңағыдай осы жерде де иін плательщика ИП мен иін работникада ИП иесі өзінің иін жазып, қажетті суммасын төлемін жасайды. Келесі, взносы на социальный соцмедстрахование для ИП деп тұр мына жерде. Осыны таңдап алады. Тип платежада мына жерде индивидуальный предприниматель, период қажетті айын таңдап алады. Иін плательщики ИП иесі өзінің иіні жазады, продолжить деп, ары қарай 5950 теңге биылға, мысалы 2025 жылы сол сумманы төлем к оплате жасайды. Келесі. Налог, ИП налогты, осы налоги для ИП деген жерге кіріп төлем жасайды. Регион. ИП қай адресте орналасқан, сол адресті таңдайды. ИП енді таңдау үшін, ИП өзі үшін төлеген кезде КБК 101-202 ИП с доходов необлагаемых источников выплат деген таңдайды. УГД-ға өзінің қаласын немесе районын таңдап алады. Название ИП-ға ИП атауын жазады. Егер де сізде атауда тырнақша болса, тырнақшасыз жазасыздар. Сосын ИП-ны иін жазып, суммасын жазып төлем жасайды. Ары қарай назад. ИП иесі кассаға төлем жасаған кезде Каспи арқылы все деген бөлім платежи все, финансовые услуги, ОФД, қажетті ОФД-ны таңдап алады, тіркелген. Лицевой счетты жазып, продолжить деп, суммасын жазып төлем жасайды.